Менде интернетте бар, бик оңмаған енді, бик артық мақтанырға болмайды интервью. Алманиядан бір егет, ол татар тіліне үйренген. Мен аны Одессада 2000 нешінші жыл болды енді. 2010 жыл мекен сол шақта анда нешек әлі штат бар, Америка Қосма Штатында. Шунан Калифорния деген отель бар. Шунда мен аны интервью алдым, ол татарша да сөйледі. Алманиядағы егет шунан келіп Татарстанда біраз болған, үйренген. Көрдіңіз ме? Тағы енді мен айтып та тұрмайым. Еш шулай үшірей қайсы уақытта. Аны біздің кішілер міне нештір оңайсызлана. Тағы нәрсе сәбәплер білмеймін мен. Сіз әгерде фикірлерге болса, бәлки ортақлашырсыз да, мен аңлармын сәбәп нәрседе. Қайсы уақытта айталар, шеріні білмейше де давалық болмайды. Шоңа көрсе көремді. Біздің сұлтығы халқымыздың ауырлық проблема енді нәрсе деп татарша аны проблема енді шылай. Аны мәселен шешіп болмай. Білмейше. Тігі нелерден аптырайсың, жыршылардан келіп премьер-министр түркіме ай бұлбұлымны башқарды, Татарстанда сабантойларда, тағы танылған бір жыршы, орыс жыршысы қайтыдыр татар тілінде, ол да бар интернетте. Ұнттым енді фамилиясын соңынан айтырмын. Ол да бек көп кіші қызықсына, тігі Ләйсан Утяшының ирейінді, ол татар, қатыны татар боларақ, мұны әзірек үшкірген ме, бізде шылай деп айтылар енді. Тігі білімді берген шуңа көре Қазанға келіп шығышында айтты бейт енді. Орыс тілінде көп сөздер деп. Аны біздің міне туғаннан күнәша бейт. Аны бізде үлік татарыны қысқанда бір сәйтмейдір, біз татар деп. Соңыдан енді Шыңғысханны тақымдарын көтере башалғаш тұтындылар. Ол дейт, моңғол татар, ол біздің халқымыз деп. Мен айтам, әлік неге біз